Соңғы кездері отбасыма ерекше тамақтар істеп беріп жүргенімді өзім қатты байқап жүрмін. Бұрынғыдай макарон, кеспе, палау сияқты тамақтарды жемегелі көп болды. Кеше курица с грибами в сливочном соусе мен гарнирге күріш істесем, бүгін осы эноки саңырауқұлақтарын жасадым. Және өте дәмді шықты. Кәрістер көзі қыздыртып, мукбанг жасап, қытырлатып жеп отыратын эноки саңырауқұлақтарын қалай жасағанымды сіздермен бөлісейін. Алдымен заттарын алуға продуктовый супермаркетке шықтық. Супермаркетке келдік. Енді қазір эноки саңырауқұлақтарын аламыз. Эноки саңырауқұлақтар осындай болады. Мне кажется, влажный болып тұр. Бағасы 459 теңге, осыдан 2 пачка. Келесі чеснок керек болады. Бізге еще осындай томатный кетчуп керек. И, конечно, соевый соус керек болады. Осындай түрін алдым. 540. Осындай зеленый лук. И, конечно, бұрыш керек болады бізге. Барлық керек ингредиенттерін описаниеге жазып қалдырдым. Эноки саңырауқұлақтарын қазір кез келген дүкендерден сатып алуға болады. Мен бұл саңырауқұлақтарды Магнумнан алдым. Бірақ саңырауқұлақ өте дымқыл болды және балғын болмады. Ал балғын энокиді көптеген корейский азық-түлік сатылатын магазиндерден немесе базардан сатып алуға болады. Ал енді жасалу жолына кірсек. Алдымен энокидің шеттерін кесіп тастаймыз. Кейін бірнеше бөліктерге бөліп, жақсылап жуып аламыз да кептіріп құрғатып аламыз. Мен энокиді қуырмай тұрып, соусын дайындадым. 2 ас қасық қант, 2 ас қасық соя, кішкене тұз, 2 ас қасық кетчуп және 1 стакан су құйып, барлығын ерігенше араластырып алдым. Табаға сұйық май құйып, энокилерді қоңырқай түске енгенше қуырып алдым. Қуыру барысында ащы қызыл бұрыш пен чеснокты ұсақтап тураймыз. Энокилерді қуырып болған соң, ащы қызыл бұрыш пен чеснокты орташа отта 1 минут қуырамыз. Кейін үстіне соус құямыз. Және эноки саңырауқұлақтарын салып 5-7 минуттай жай отта қайнатып пісіреміз. Сонымен біздің асымыз дайын болады. Кейін бетіне қалағанымызша кинза немесе көк пияз және күнжіт сеуіп дастарханға қойып ұсына берсеңіздер болады. Осылайша оп-оңай әрі дәмді асты түскі немесе кешкі асқа жасап көруге кеңес беремін. Бүгінгі қызықты әрі оңай рецепт пайдаңызға жарады деп ойлаймын. Осыған ұқсас керек рецепттер мен басқа да видеоларымды менің арнамнан көре аласыздар. Сіздермен Каусар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.